Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін біз Бравл пас ашатын боламыз. Көптен күткен достар. Мінекей мен осындай богатый скин алып алайын осы Бравл пастың. Қазір оны ашатын боламыз. Енді ойланып тұрмын, қалай қайсысын алсам дұрыс деп. Мынау енді 2,5 мың, мынау 3,5 мың теңге тұрады екен. Енді ондай аз ақша емес, көріп отқандарыңыздай. Енді контент үшін алуға болады. Енді сол үшін арнаға тіркеліп подписаться кнопкасын басып кетіңіздер лайкпен. Менің ойым енді жалпы мына екі цветный варианты бар дейді. В общем, осыны басып алсам қалай екен? Міне көретін боламыз енді. Мінекей видеоны тоқтатпай қояйық, жалғастыра береміз. Достар, мінекей керемет Бравл пасты алған болатын. Мінекей 15 уровень көтерілді. До конца осы жақтан бастайық достар. Енді лайк басып қоямыз. Кішкене неден бастасақ болады? Мінекей осы жерден бірінші керек емес заттарды алып тастайын. Например, міне блингилерден бастайық. Мінекей лайк басамыз. Міне екеуі болады екен айтпақшы достар. Мінекей енді плюс алмаған ғой, мен тек обычный ала бергем. Мінекей и блинги стар дроптармен мынаған тиіспейміз, өйткені олар біздің шансымыз азайтады. Новый бравлер түсуіне. Мінекей. Жалпы бравлер түсу шансы да аз ғой, онсыз да. Мынандай керемет иконка манизатын. Значок дейді, значоктар беріп жатыр екен. Мынандай ваза бар екен. 1000 теңге. В общем, бізге тиын жалпы монета керек, өйткені важный. Опана, Вирсусқа ұқсайды екен, қарап отырсаңыздар. Жақсы, сондай болса мінекей кристалдарды да ала берейік. Гем көбейтім болды. Мен жалпы алдым кеше емес, енді бүгін видео түсіргем, айтпақшы, Сол видеода енді кристалдарымды қортып алған жайым бар енді. Енді соның орнын толтыру керек. Блингилерді де толтырып жатырық енді. Менде көбейіп кетті, шынымды айтсам. Примерно 5 мыңға 2 скин алуға болатындай шығатын шығар енді. Примерно қандай скин алуға болады, соны айтып кетесіздер. Комментарияға жазып кетіңіздер. Мінекей осындай. Енді мен жалпы шынымды айтсам бұларды қолданбаймын. Эксклюзив ретінде алуға болады әрине. Мінекей. Жалпы бұларда рандом бере беретін секілді. Мінекей 10 кристалл. Мінекей блинги. Плюс. Жалпы негізі бұрын алып тастауға болатын еді. Мен ойлағам, скидка болатын шығардып. Қарайым, 2 күн қалған уже. Скидка болмайтын. Мінекей достар, уже біз бірінші скинді алдық. Плутон Мортис деген керемет скин екен. Осындай. Мінекей. Бізде өзіміз, мінекей. Главный скинді алдық. Айт Мортис деген әдемі скин екен. Көріп отқандарыңыздай. Керемет. Бізге легенда деген титул берді. Жақсы. Енді болса біз енді осы заттардан бастау керек енді стардроптан. Қазір Мортистің скинін қарап жөрейік бірінші. Көретін боламыз қазір қандай скиндар бар еді. Менде мінекей осындай театральный Мортис бар еді, пляжный Мортис. Мінекей енді Плутон мен Айт Мортис деген скиндар түсті бізге. Жалпы Мортисқа менде енді скин, дұрыс скин жоқ еді. Енді мынандай керемет скинмен соперниктарды айыратын боламыз. Мінекей айтпақшы менде кредитке осындай байцер ашылуы керек. Енді орынға жете қоймаспыз. Енді бірақ сендеймен екіншісін алуға шанс бар. Бірақ енді мен сразу бравлер ашпай осындай заттарды ашқан дұрыс деп ойлаймын. Стардроптарды көреміз енді. Түсетін адам түсет. Ал жаңағы кредитке алатынымыз уже жыба алып тұрып. Сол үшін оны ашпай қойсақ та болады мінекей. Енді біз енді өзім 4 саусақпен басып көретін тактиканы қолданып едім. Сразу мифический түсіп кетті. Енді бұның ішіне не түседі? Мистер Пидің агент Пи скині түсті. Пойдет енді. Мистер Пиде скин жоқ еді. Нормально. Сразу 3 саусақпен баса ойдым. Мифический түсіп кетті. Базар жоқ. Енді бұдан скин түсе қоймас. Мінекей розаға осындай значокқа бірдеңе берді енді.
Мынаны обычно аша берейік. Шансымызды көбейте берейік. Енді мықты нәрсе түсу үшін. Мінекей келесін ашамыз. Сверхредкий жақсы заттар түсіп жатқан жоқ әзірге. Анау да болады енді. Сразу 50 монета берді. Мінекей ештеңе түскен жоқ. Дұрыс, ештеңе түскен жоқ. Редкий. Асықпай ашып өзімше зат істей қояйын деп. Болады енді. Енді ол жай ашқанға қарамайтын секілді. Мінекей осының 4 саусақпен басып едім, міне уже сразу эпический түсті. Бұның ішіне не шығады екен? Конечно, спрей шықты ма? Керекті емес, жалпы мұнда кристалдар қалып кетіпті. Қалай ұмытып кеткенімді білмеймін енді. Мән бермеген секілдімін, сразу ашамыз. Сверхредкий түміскен жоқ. БМВ шақырып жатыр екен. Кешірім сұрайын, БМВ көріп отырсаң осы видеоны. Мінекей өткен мен видео түсіріп жатыр едім. Жақсы, мінекей эпический. Бұның ішіне не шығады? Спрей. Жақсы пойдет енді. Сверхредкий. Тым. Бұдан енді мифический түсті достар. Лайк басып қояйық. Ашамыз ішінен. Жақсы пойдет. Достар, легендарный достар. Лайк басып кетейік енді. Бұның ішіне не шығады деп ойлайсыздар. Ал ашамыз ішінен. Мынау кім? Достар, лесной дух Честер деген керемет скин түсті. Менде енді Честерді скин жоқ еді, шынымды айтсам. Бұл скин енді жақсы болды енді, шынымды айтсам. Өте керемет. Редкийдан ештеңе түскен жоқ. Бұдан жалпы редкийдан енді ештеңе түспейді, логично. Енді мынау 15-ін ашып бастайық, оның үстіне бірдеңелерді. Бұның ішінен де бірдеңелер түсер енді, важный, эпический. Жоқ. Редкий. Жоқ, ештеңе түскен жоқ. Сверхредкий. Енді дым түспей жатыр, шынымды айтсам. Жалпы менде көп квесттер орындалмаған. Өткені оны орындауға тар ерініп жүрмін, ойнап та жүрген жоқпын, шынымды айтсам. Аша берейік, жалғастырып. Мінекей. Әзірше құнды ештеңе түсіп жатқан жоқ. Редкий. Ештеңе. Тағы да редкий шығар. Мінекей. Енді осыны 4 саусақпен жоқ, 3 саусақ басылып кетті. Эпический түсті. Мінекей 200 монета. Қалғандарында осы сразу шанс көбейтіп жібереміз. Енді осыны ашуға болады. 4 саусақпен эпический түсті. Ештеңе түскен жоқ, не тәлейді. Жақсы, редкий. Жоқ. Надо редкий. Жақсы, осы мен бітті. Енді легендарный ашайын деп уже алынып кетіпті, базар жоқ. Ашасақ ішіне не шығады екен? Бізге 500 кредит берді. Сендейді почти болыпты уже. Сендейді ашуға. Олса сендейді аша салайық. Мінекей. Сендейді алдық, достар, наконец-то. Жалпы осы сендейді бұрыннан алғым келіп жүрген. Бұл жерде ворын бар, легендарный. Мэкпен кардиоз. Мен сонда да сендейді таңдаймын, өйткені жақсы байт. Скрин жасап алайық. Аватарка қосып қоярмыз. То есть обложкаға. Бұл жерде мен енді фэнкті алам деп алдыңғы видеода айтқанмын. Өйткені ұнап қалды маған фэнк. Енді жалпы бұл жерде Чак пен фэнкті таңдайтын екеуін біреуін. Енді ары қарай жалғастыра берейік. Достар, мінекей тағы бір скин бар екен. Мен оны ұмытып та кетіппін, айтпақшы. Бәсе мен ойлап қоямын, уже X скин беруге де кеттіп. Мінекей біреу осында тығылыпты енді. Енді бұл жақта полный алып шығыппыз. Енді ары қарай жалғастыра берейік фэнкті. Мінекей бұл жерде 1000 береді. Пайди уже фэнкті де алып тұрып екен біз. Мінекей алып тастайық. Достар, тағы бір бравлер түсті. 17-ші мифический 33-ші бар екен әзір әлі. Енді көп екен слишком. Осылай енді біз жаңа бравлерлерімізді қарап шайық. Мінекей сендей, бұны мен 11-ші уровеньге көтеріп тастадым.
жаңа негізі видео түсіп жатыр еді, мен байқаусызда шығып кетіп видеом тоқтап қалыпты, оны байқағанда жоқпын. В общем, мінекей сендей дамытып қойдым. Бұған да енді мықты скиндерді алу керек. Тағы не бар бізде? Енді тағы бізде мінекей Мортистің осындай 3 скині бар. Жаңадан жалпы маған осы ақ скині ұнап тұр. Енді бізде агент Пи, мінекей пойдет. Енді Фэнк бар, Фэнкті де дамыту керек еді. Енді жетіге дейін дамытайын, ақшамыз жетсе. Мінекей ровно жетіпті. И сосын тағы не бар еді? Қазір айтпақшы менде мінекей Честер бар екен, легендарка. Бұны да жетіге дамыта қойын дедім, бірақ затым жетпей қалды енді. Нормально. Осылай наконец-то деп енді аштық енді. Мінекей көріп отырғаныңыздай блинги мен кристалдар енді жиналып қалған. Осыларға енді бір мықты скин ал деп, в общем, шығып жатса, айтыңыздар қандай скин алуға болады, соған маған кішкене совет берсеңіздер. Енді клубқа бүйтіп өтірік мақтанып жіберейік, типа Brawl плюс алдым деп. Хорошо. Достар, сіздерге видео қызық болды деген ойдамын. Сіздер үшін осындай скиндар алып жатырмын. Ұнаса лайк басып, комментария қалдырып, подписаться кнопкасын басып кетеміз. Сіздермен болған Вирсус. Келесі кездескенше сау болыңыздар.